Барлықтарыңызға сәлем. Сіздер Факел сердца арнасындасыздар. Бүгін бізде тұз болжамы, күтпеген жағдайлар тұз бойынша көрейік. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Видео басқаннан бастап актуальды болып табылады. Бүркіт. Сіздер өз мақсаттарыңызға сүрінбей жетесіздер. Және де сіздің өміріңізге бүркіт сияқты қорғаушыңыз, күтпеген жағдайлар кезінде осындай бір адаммен танысасыз, қорғаушыңыз болады. Бұл біреулер үшін өмірдің өзгеруі, яғни тағдырдың өзгеруі. Бүркіт сияқты, яғни мүмкін ол кісі әскери адам шығар, немесе әскери міндетті адам шығар, сонда бірақ күш қуатты мықты көрсетіп тұр. Және ол сіздің өміріңізге жай келген жоқ, белгілі бір енді оның позициясы сізге қарағанда өте нақты болады. Яғни сіз бірден түсінесіз. Және де осы бүркіт арқылы ағаш өсіп тұр. Енді міндетті түрде кейбір адамдарды, қыздар, енді сіздердің бастарыңыз бос болатын болса, сіздердің өмірлеріңізге бүркіттей сонда бір ер мінезді азамат өміріңізге кірейін деп жатыр да. Және бұл жақын арада болатын жағдай. Және де осы кісі арқылы сізде ағаш, яғни бұл жерде ағаш, бұл отбасыны құру, тұрмысқа шығу дейді. Және де бұл жерде біреулер танысып, сапарға шығу мүмкін. Танысып, сапар дейдігеніміз бұл кездесу болуы мүмкін. Кездесу арқылы бұл жерде өмірдің өзгеруі. Немесе егер ер азаматтар көріп отырса, мені сіздердің өмірлеріңізге бір тіреу болатындай, көмек болатын бір сапар арқылы ма, жол арқылы ма, сіз діттеген мақсатыңызға жетесіз. Мүмкін адамды кездестіресіз ба. Енді адам болғанда бұл жерде серіктес, бір істеріңіз оң болатындай, сонда бір энергия бірдей болып тұр да. Жол жүрейін десеңіз, алысқа жол, бұл жерде алысқа, мүмкін шетелге шығайын десеңіз, жолыңыз құтты болады дейді. Және де осы бүркіт арқылы сіз хабар жібересіздер. Яғни хабар бұл жерде жақсы қалай айтсам екен, бірнеше жан-жаққа адамдарға таратасыз ба, бір сөйлесесіз бе, бір сөйлесу болады, бір құстар болып ұшып жатыр да. Яғни бұл жерде осы енді өзгеріс келді, бір жақсы күтпеген өзгеріс. Енді әсіресе бұл қыздар үшін айтылып жатқан нәрсе. Күтпеген жағдайлар болжамы. Сізге тағы да бір емес, кейбір қыздарға бір емес, екі ер азамат кездеседі. Біреу қырандай көрсетілді, яғни қыран құстай, бүркіт сияқты, ал екіншісі артқа қарап тұр. Мүмкін бұл бұрынғы
бұрынғы кездескен адамыңыз ба, білмеймін енді. Бұл жерде кәдімгідей арқан тасталып тұр да, сізді кәдімгідей өзіңізге қарататындай амалдар жасайды. Үшбұрыш. Бұл жерде үшбұрыш, сіз белгілі бір істеріңізді қолға алып, сол арқылы өсесіз дейді. Пирамида. Өсесіз, және өзіңіздің мақсатыңызға сүрінбей жетесіз дейді. Мақсатыңыз болсын, немесе жоспарларыңызды жазып қойсаңыз, өзіңіздің бір жоспарыңыз бар болатын болса, сіз сол жоспар бойынша бүкіл істеріңізді бітіресіз дейді. Қорқыныш бекер. Қоян көрсетіліп тұр. Қоян ақ болып тұр. Қорқыныш бекер дейді. Болашаққа қорқынышпен қарау мүмкінсіз. Сол бекершілік дейді. Егер өзгерістеріңізді іске асырсаңыз, яғни белгілі бір іс-қимыл арқылы мақсатыңызға немесе арманыңызға қолыңызды жеткізесіз. Сол арқылы сіз енді қорқыныш бұл жерде бекер болып тұр. Сізге тағы да жақсы хабар келеді. Жақсы бір әңгіме боламын, бір әйтеуір бір жақсылық, жақсы жаңалық болуы мүмкін сіз үшін. Немесе бір жақсы сөзді, жақсы жаңалықты естіп, сол естігеніңіз орындалады. Орындалуын немесе іске асырылуын көресіз дейді. Негізгісі осы көріп тұрғаным. Барлығы жақсылыққа болсын, негативті жағдайлардың барлығы тұзбен кетсін, ал сіздердің өмірлеріңізде бәрі сәтті болсын. Көріскенше.